Сәлем достар, қалайсыздар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бала күніміздегі жейтін кошығымызды дайындайтын боламыз. Өте оңай. Бізге қажетті сары май, ұн, сүт, шекер және азғантай мөлшерде сода мен тұз қажет болады. Сүтімізді үстіне шекерімізді салып, газымыздың үстіне қойып, шекеріміз әбден ерігенше қайнатып аламыз. Үстіне әбден ерігеннен кейін сәл суытамыз да, үстіне бөлме температурасында сары майымызды салып әбден араластырасыздар. Одан кейін ұнымыздың үстіне содамызды қосып араластырасыздар да, електің көмегімен осылай ұнды електен өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боласыздар. Міне осындай жұмсақ бізде қамыр шығады. Осыны сразу дайындаған күйінде 6-7 см қалыңдықта формаға салып, духовкада 210 градус қызып тұрған пешімізге 10-12 минутта пісіріп алатын боласыздар. Осындай алдын ала дайындаған коржықтарыңыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. Осындай тәп-тәтті жұмсақ коржықтарды үй жағдайында балдарыңызға жасап берсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.